Мен Қуанышбаев Жарылқасын, Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретіндерге арналған кітапхананың оқырманы боламын. Мен кеше елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа арнаған үндеуімен таныстым. Елбасымыз үндеуде халықты бірлікке, сабырлыққа, татулыққа шақырды. Осындай бір біздің емес, бүкіл әлем бойынша осындай ауру таралып, қиын жағдай болып отырған кезде халықты үйде отырып ауруды тарқатпауға атсалысуды сұрады. Халықтың дүрбелеңге түсуге ешқандай негіз жоқ. Өкіметте барлық жағдайда қарастырылған, ұлттық қорымызда 90 миллиард доллардың бар екенін айтты. Соған байланысты президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа 42.500 теңгеден бір реттік көмек беріп жатыр. Мүгедектерге азық-түлік пакеттерін беріп жатыр. Біз біргеміз қоры азық-түлік тарқатып жатыр. Халық осындай жағдайда үйде отырып, осы ауру тоқтағанынша үйден шықпауларын сұраймыз. Біз біргеміз. Әрқашан бірге болып, осындай уақытта барлығымыз бірлікте, татулықта болайық. Үйден шықпай қазірше, үйде отыра тұрайық, сабырлыққа келейік. Бұл бір ғана біздің басымыздағы жағдай емес, бүкіл әлем бойынша осы аурумен күресіп жатыр. Бұл ауруды біз жеңеміз. Өйткені әрбір аурудың емі болады. Емі келеді, өзі тоқтайтын уақыты болады. Сол тоқталады деп сенеміз.